Құдай тойдан жалыққастырмаған бір шапалақ соғып қойсаңыздар, мен де жақсы сөйлеймін ғой ағайын, иә. Мынау, бүгін ағайын Қызылағаштықтардың тойы ғой енді. Қызылағаш өз менің шешем Қызылағашта оқыған, менен нағашы жоқпын деп санаймын Қызылағашта. Бір жиенге Қырғызтаркештің өтеуінің бірі болсын деп бір шапалақ ұрып қоюға болмайды ма екен деп қойыншы, иә. Рахмет ағайын, иә. Өйстіп алдап сатты соқтырмасаң соқпайды ағайын. Ал қош келдіңіздер ағайын. Ассалаумағалейкум ағайын туыс бауырға, жиналған тойға, қауымға. Думанға бөліп маңайда мінекей той басталды ауылда. Ардақты ағайын, ендеше осындай тойдың жөніге телең кейіп желбіреп, кезегім менің келді деп, масатыдай үлбіреп, қанат ағам елуге толып жатыр ағайын. Қошеметтей көбірек қол соғайық, ел жүреп ардақты ағайын. Енді бұлай болсын, құрметті ағайын. Мынау Қанатбек ағамның мерей тойына шын ниетімен келген ағайындар, оң қолдарыңыз көтеріп тұрыңыздаршы, көтеріп. Осы әулет, құрметті ағайын, өбірлі шүбірлі осы деп, сол қолымызды қоса көтерейік. Қасында Индира апайым мәңгі бақи аман есен болсын деп орнымыздан тұрайық. Екі қолымызды көтерейік. Қазір құрметті ағайын, бүгінгі тойдың басты себепкерлеріне шақырамын. Сіздер қаттырақ алақан соғып, бірлай көріңізші, менің қолыма қараңыздаршы. Мен қолымды біткен кезде бірлес шапалақ соғыңыздар. Байды чық-чық болып кетті ғой. Бір-ақ әткені, бір-ақ. Ал ағайын ендеше, той иелері келеді, Қанатбек ағамыз апаймен. Опа! Шапалақ қайдағы, қошеме? Өткенге неге алаңмын, артыма неге қарадым, қай жерге жетіп тоқтар елуден асып, елуден асып. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум ал, кәке. Қуанышыңыз құтты болсын. Елуге кеп жеттіңіз, қадам басып, қуанып мерейленіп, көңіл тасып. Ағайын туған туыс келіп отыр, қуаныш шағыңызға ортақтасып. Мынау енді құрметті ағайын, мен Қанат ағамды елуге қимайтын, как будто бір 49-дан сияқты өзі, иә құрметті ағайын. Бір музыкасыз бір шатырақ шапалақ соғып қояш құрметті ағайын. Қанат ағама демеу болсын екен. Ал енді құрметті той иелері бір өзді болып, жанұя болып бір фотоға түсіріп алшы. Содан кейін менің атымнан подарок шығарып берші бір фото. Мен енді осындай тамадамын өзі, иә. Ал Қанат аға, тойыңыз құтты болсын, рұқсат болса сіздерді көп қинамай қойып, мынау достарыңыздың қасына қай жерге отырасыз, Индира апай еркелеріңіз барып жайғасып, балалардың бәрін жайғастырайық рұқсат болса. Ал қош келдіңіздер, той құтты болсын, барша ағайынға жұғысты болсын ағайын. Тек сіздер үшін жайылған. Енді той халықтың қазынасы дейді. Мінеке қазынасын сіздермен бірге бөлісіп жатқан Қанатбек әкемізбенен Индира анамыз ағайын. Ендеше осынау торқылы тойдың түндігін тамаша әнмен бастайық. Рұқсат болса той бастауға, әнмен бастауға Құдай берген ұлдарыңызды бір алақан қошемет танытып қарсы алыңыздар. Астарыңыздан ішіп отырыңыздар, жеп отырыңыздар ағайын. Қабыл алыңыздар. Құдай берген ұлдарыңыз. Ағайын туғанар мұсың, аттарын қыраты бар мұсың, қиялан көзді қарғағым, сендерсің атқа ұшын. Елдің болсаң арты бар, ақтарын аулай әті бар, өнері сыйлап құрметер, қазақтың ада салты бар, қазақтың ада салты бар. Осы қаланымыз, осы қаланымыз, тілеген бәрін жақсылық, осы жайда барғаным. Арсыңнан соғалар, ағалар жатын шағалар, сендерге асыл болмаса, елге байлық басқалай, сіздерге кім бар белгілер, сіздерге кім бар белгілер. Алсын бұрын қорғастар, самай сырлы сырластар, сендерге асыл болмаса, тамаша тойлайтын бастар.
жастарым бар жалғызсың жастарым жалғыз әлем жолына осымен маған салына оған Ай, бәрекелді. Қошеметтеріңізге рахмет ағайын. Құрметті тойшыл ағайын, бүгінгі мінекей 50 жасқа толып, мерейтойын сіздерге бірге бөлісіп жатқан Қанат әкеміздің дүбірлі тойына ақжарма ақ тілектерін алып келіп отырған әулетіміздің үлкендеріне шақырып той бастайық. Рұқсат болса тойымызды ашып берсіндер. Ортамызға әулеттің үлкендері мынау Разия апамыз бастап, Қанипа апамыз қостап, Тыныбек атамыз бар, Мұрат ағамыз бар, сонау Алматыдан келген, Оразхан апайымыз, Ардақ, Алияда апайларымыз, Берік, Зүбәржат, Берік, Нұргүл, Зәмзәгүл апайымыз, Ардақ апайымыз, Марат, Алина, Жанар, Рымгүл апайымыз және де Сыванбай атамызды да ортаға шақырайық. Рұқсат болса, той бастап берсін, шымылдығын ашып берсін. Ал қош келдіңіздер, ардақты әулетіміздің үлкендері. Мынау қазына, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді құрметті ағайын. Қарттар берген тәрбиенің өте зор мағынасы бар деп жатыр. Енді сіздер аман болыңыздар, сіздерге қарап бой түзейтін кейінгі ұрпақ. Енді рұқсат болса бүгін мінекей балаларыңыз сіздеріңізді басып 50 жасқа толып жатқан шағында тамаша той бастау сіздерге бұйырған екен. Рұқсат болса үлкендерімізден бастап микрофон ұстайын. Ағайынның барлығы тып-тыныш сіздерді үйіп тыңдап отыр. Қанатына береді, елдегі қайда құтты болсын, елдің сау болсын, ендеректен мәке болсын, қосақтармен қосағарып, көп жасаңдар, балаларың, немелерің, қызың көре беріңдер, той қаласын, тағатым жүресін, сонда той болған. Қайырлы құтты болсын, сен құтты болсын, өмір жасатын ұзақ болсын, келешекте бас болсын, береке бірлік болсын. Мамасына бер. Ол істе мамасына. Ал Қанат 50 жасқа толып қалдың. Денің сау болсын, аман бол, бақытты бол, бала-шағаң қызығын көр. Енді екеуің бір жасықта бастарын қартайып, үлкен ақсақалды қартысы бол. Немерені шөберелі болып, шөбере сүйуге Құдайым сені жасысын. Туған туысқандар ойдағы қыздағы аман болып, денсаулығың мықты болып, жаңағы Тыныбектің сөзіне қосыла, мен Абайдың тойын көретін болайық, бәрімізді қызықтай. Құрметті Қанат бейіндері, бүгін 50 жасқа толып отырсың, 50 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, қарғам, денсаулығың мықты болсын. Ендира екеуің қол ұстасып, күзге келіңдер, Алланың берген жасын жасай бер, балаларыңның қызығын көр. Енді осыдан кейін алтын тойға жетейік аман есен, алтын тойыңды тойла, немере сүй, шөбере сүй. Туған туысқандарың аман болсын, жан-жақтан бәріне денсаулық тілеймін. Осы келген ағайын туған туысқандарың бәріне денсаулық тілеймін. Ылғи осындай мол дастарханда тойда кезігейік.
амалдар бар, жандары жанрай саңа далжандар. Ассалаумағалейкум деп тобырдаға сәлем бердім. Ақ жүректі, ақ ниетті жар болыңдар. Туған жерім ғой, туған жерім болғанын шыдай алмайым, өзім бас иіп сәлем бермесем болмайды. Қазақта мынандай сөз бар емес пе? Туған жер есте жоқ, сенен ыстық, себебі сенде туып, сенде өстік деп бас иегенім сол. Кеудеге қуанышты құйып бүгін, мінекей көптен күткен сүйікті күн. Бауырым қанат, мерейтойын жасандарды құтты болсын. Ел біледі, жұрт біледі, мерейтойдың биіктігін құтты болсын той. Жиылған осы жерге жарқын қауым, тілеген қанатыма бақыт тауын. Сөз алып енді біз ақ тілекті айтайық, ақ маржандай ақ тілекті тізіп бәрін. Құрметті ағайын туған туысқандар, бүгін міне Айлақбаевтар әулетінде дүбірлетпен той болып жатыр. Осы бауырымды дүниеге келгеннен бастап осы жасқа сен өте жақсы көрушім. Міне ағайын туған туысқандар, нағашы, құдалар, жолдастары, коллектив, бауырлар, қарындастар, бәрі бас қосып, молда сарқан дәм тетіп, өзінің жүрегінен шыққан жақсы тілектерін айтар. Бірақ енді мен өзім айтатын. Қанат Индира, екеуің міне қол ұстасып бүгін осы дастарханды жайғандар сендердің арқасында. Өйткені екеуің жүптарыңды жазбай, шай депті, түс шайыспай, қол ұстасып, жаңа көн шешеміз айтқан сияқты, бір жастықта айқасқан қолдарың, бір жаста бастарың ажырамай мені 50 жасқа сен жеттім деп. Сондықтан денелерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Бала шағаның қызың көрді. Bir балаларыңды міне ұядан ұшырдыңдар, аққу боп қоңдық, қандай жақсы, айбат. Өте жақсы баясың жанының бір өздерің сияқты атмасын тірейді жақсы жанының бірі жатыр. Енді талғақымыз үйленсін. Ол үйленсе осындай өмірден той жасағанда бәріміз бас қосамыз бір көріңіз. Олардың қызығын көріңдер, немеренің қызығыңдар. Жолдастарының арқасында беделді бол. Ағайын туған туысқанның алдында құрметті бол. Сол құрметті болып жүріп, әр уақытта аман есен бол. Жүптарыңды жазбаңдар, сағыңды түсірме, әр уақытта осы беделден жүзге шейін солай жүре бер. Сол тілекті айта отырып, тілеймін бақыт ғұмыр солмасын деп, тілеймін бақыт тағы орнасын деп, тілеймін екеуіңмен туған туысқан осы туған барлықтарыңа ұзақ өмір, мол бақыт, зор денсаулық. Бақтабек қона берсін бастарыңа. Құдайдың жасын қоса бер жастарыңа. 60, 70, 80, 90 жүзге келгенінде келдім Индира шай қайнатып отырсын қасыңызда. Ай бәрекелді ағайын, көрдіңіздер Мұрат ағамның биіктігін, Алланың өзі сүйген сүйікті ұлын. Ағайын Мұрат ағама бір қошемет соғыңыздар, жарманын желбіреткен биік туын деп мен бір орамнан тоқтатпай, сол болатын бе. Ай бәрекелді, адамның өз биікіне жауап берейін деп атқаным ғой енді. Құрметті Қанат, туған күні құтты болсын. Құрметті туысқандар, бүгін Қанатымыздың туған күні. Қанат құтты болсын, елу деген жасыңыз, жақсылық пен қуаныштан тасыңыз, бала шаға қызығына кенеліп, әлі талай асулардан асыңыз, деніңіз сау, аман болып басыңыз, тек жоғары домаласын тасыңыз, ел жұртыңның ортасында аман сау, күлі бойына жүзге келсін жасыңыз. Құтты болсын мерейтой. Құрметті қауым, бүгін біздің Қанатымыздың 50 жасқа толған тойына келіп отырған құда жиек жақын жуық нағашы туған туысқандар бүгінгі мына үлкен дастарханымыз тек жақсылыққа жайсын. Қанатым ол жасқа толып, Құдайдың берген жасын жасай берсін. Жанында Индирам қоса бір жастыққа қартайып, екеуінің тек жақсылығын көрейін. Ұлын, қызын қияға қондырды, енді тақабайымыз үйленсін.
мына үлкен апа аталарымыздың айтып жатқан тілегі қабыл болсын. Тегіне жақсылық болсын, осы үйге тек жақсылыққа, қуанышқа, тойға келейін енді. Екеулерің бірге қартайып, бірге жүріңдер, 100 жасаңдар екеулерің. Мынау алған сыйлығымыз, Индираға соғым. Ал енді құрметті қауым, біз бүгін үлкен қуанышқа келіп отырмыз. Қанат Индира, туған күндеріңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Бала шағаларыңыз өсіп өне беріңдер, немере көріңдер, шөбере көріңдер. Әрқашанда ағайын туысқанның алдында осындай жап-жас болып жүре беріңдер. Осында үлкен апа аталарымыздың жолы сендерге келсін. Бәріміз аман болайық, барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын. Бүгінгі мереке тойы құтты болсын. Деніңе саулық тілеймін. Индира екеулерің бір жасқа қайтарың, қартайыңдар. Бала шағаны қызығын көрдім. Барлық тілектерге қосыламын мен де. Енді еліміз тыныш болсын, еліміз аман болсын, еліміз аман болсын. Осы жайылған дастархандарың тек қана жақсылыққа жайылсын. Барлық қызықтар алдында болсын. Жүзіңде күлкі кетпесін. Жүрегінен қуаныш кетпесін. Той құтты болсын. Қанат енді бүгінгі мерейтойың құтты болсын. Өмір жастың ұзақ болсын. Индира екеуің бірге қартайып, бірге жасаңдар. Осы балаларына қызығын көріңдер. Тақабай үйленіп, сол тойда бірге жүрейік бәріміз мен туған туысқандар бас болсын. Рахмет. Туған күнің қайырлы құтты болсын, өмір жастың ұзақ болсын. Осындай туысқан Аллам енді өстіп жап-жас болып жүре бер. Енді Индира жеңгеміз екеуміз бірге қартайып 100 жасасың. Ассалаумағалейкум келген тойға келген қош қауым, ағайын дос, мен әкем Нұрбек баласым. Келгенде екі көріп, туғанды көріп, өзімізді көрсетіп келіп үшін келеміз ғой. Туғандарымыз басымыз қосылып, осылай қуаныштың мәресіне болып жатырмыз. Ағамыз елуге толып, өмір жастығымыз ұзақ болып, жеңгеміз екеулеріміз осы қосақтарымызбен қоса қарып, бала шағаның қызығын көріп, айлық көріп, әулет осылай бала шағал өмір сүгірлі болып, осылай өмір жастары ұзақ болып, бәріміз қуанышты бірге болып жүре берейік. Келген осы сіздерге де осындай көп рахмет. Бастарыңыз қосып келіп отырғандарыңызға. Сол тілейтінім осы. Екі күннен рахмет. Немере шөберелі болыңыздар. Қартайғанша Индирамен әркім жақсылықты бөлісіп жүргендер. Ай, болдық па? Қалғанымыз қосыламыз ба? Бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді Қанат аға, Индира апа ортаға тұрып бір естелік сіздерге жығыласын, шашып өтсін. Мына Қанат аға мен Индира апайымыз сіздер сияқты 50-70-ге келген кезде Индира апаймен тағы бір мәрте ғашық етсіңдер тойында. Мына осындай Алланың қалауымен той жасауға Құдай сіздердің шаңырақтарыңызға нәсіп етсін деген. Шаңырақтарыңызда той болсын, тойдан айырылмасын, тек той деп қана жиылайық. Ендеше рұқсат болса дастархан басынан жайғастырайық. Ата өлең айтып кеттіңіз бе? Бәрекелді. Мұрат адамды алып қалайық, қалған ағайын жайғасып отыра беріңіздер. Атамның орындауында Алматыдан алып келген қоржындағы тамаша әнін тыңдайық ағайын. Барадай ауылы көшіп Қызылжарға таң атта шолпан туып
көңілім сені ойлап бұзылғандай, өзіңнің мөлдірін-ай. Құланда жүйрік майда жалай, бар бекен кімге ыстық зарай. Бүгінде топ-қарағай уәделескен, өзіңнің мөлдірін-ай. Ішінде топ-қарағай уәделескен, өзіңнің мөлдірін-ай. Көшкенде ауылымдай, қалыс қалдай, ауылы қалқатайдың алыс қалдай, өзіңнің мөлдірін-ай. Ауылы қалқатайдың алыс қалған, бұрылып қаршығадай, мойным талдай, өзіңнің мөлдірін-ай. Ұланда жүйрік майда жалай, бар мекен бізге ынтызар-ай. Ішінде топ-қарағай уәделескен, өзіңнің мөлдірін-ай. Ішінде топ-қарағай уәделескен, өзіңнің мөлдірін-ай. Барадай аулым өсіп Қызылжарға, таң атта шолпан туып сызылғандай, өзіңнің мөлдірін-ай. Өзіңнің мөлдірін-ай. Өзіңнің мөлдірін-ай. Тыңдаңдарыңызға көп рахмет. Ай, рахмет. Ата, жүп болсын деп айтуға толқым жетпей тұр, бірақ ет жіберейін, ет. Ыстық ас келсін. Рахмет, атамызға қосымен тап қойыңыздар, құрметті ағай, бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді құрметті тойшыл ағай, мынау қазақтың дастарханын қарауылдырық, қызылдырықпен көмкеріп қойсаң да, буы бұрқыраған ет келмей, қазақтың дастарханының мәнінде келмейді, құрметті ағай. Ендеше бүгінгі мінеке Қанат ағамыз бен Индира апайымыз бар жиған тергенін дүбірлеп тойға шашып жатыр. Мынау дастарханның басына қазір үлкен асты жайғастырайық. Мына құрметті ағайын тор биенің тердігін алып, кер биенің құрметті ағайын қазысын салып, ортамызға қазір мынау құрсағында құлын жатып көрмеген боземшек бие сойдырып астау ет әкелмекші ағайын. Ендеше торқалы тойымыздың дастарханына үлкен асымызды жайғастырайық. Осы әулеттің табан ет маңдай терімен табылған адал асын жайғастыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Ас әкелінсін. Енді қазақ баласын білесіздер, құрметті ағайын, батасыз асыға қол сұқпаған ағайын. Ендеше төрімізге төрімдей болып жайғасып отырған анамыз сонау Алматы қаласынан келіп, бауырының тойына ақжырма тілегін ақтарып, тамызды тамаша ән салған мынау Қанат ағамыздың аталас атасы, ордамыздан Мұрат атамыздан үлкен асқа бата сұрайық. Рұқсат болса, барша ағайын Иляхи әминге қол жайып, енді рұқсат болса, ал Мұрат ата Иляхи әмин асқа бата беріңіз. Әмин деді тойдың иесі, сөздің келді жүйесі. Бірінсіз бір күні жоқ, амал болсын той жайлы бұрақтан, Қанат атты, бауырым осы тойдың иесі. Асың асыңа берекелесін басыңа, кетпес дәулет кең бейбесін.
жейінші, қол жейінші. Мұрағымен бағдареген адамызға, бір шықырай тәнті болдық бағдарыңызға. Құдай сізге денсаулық беріп әрдайым, Құдайын жасын сізге кері қарай жасауға. Әумин. Бәрекелді, ағайын, есі дұрыс адам дейді, қазақ дейді, жегенде мазалағай дейді, Құдайға шүкір, есіңіз дұрыс, Астаналық үшіп жел отырыңыздар, рұқсат болса назарларыңызға тамаша ән жылдай, Астаналық ән тыңдай отырыңыздар ағайын. Odamday шақпасын осылай той сайын анасында билеп тұрыңыздар, құрметті ағайын. Бәрекелді. Ал енді рұқсат болса тойшыл ағайын, тойдың төріне әулетіміздің тағы да бір мәрте үлкендерін шақырайын. Рұқсат болса, мынау енді мен осы Ербосын ағам отыр төрімізде. Мен мына Медеухан әулетінің өзі меншік асабасы болып кеттім, құрметті қарап тұрсам өзге. Осы әулетте той болса, білмеймін, мен іздеп тауып алады, шын жақсы көре ма, білмеймін енді, құрметті ағайын. Әлі арзан болсын шақырып аламын десем, мен әрине қалжың айтамын, құрметті ағайын. Өйткені мына 100 жылдан түңілме дейді ғой. Бұл әулет өзі осы үйдің менде бір мүшесі сияқтымын, құрметті ағайын. Сонау Ербосын ағамнан бастап Мәдиет апайымыз бар, Қылай ағамнан кішкентай Индира апайдың бүкіл әулетін танып алдық, құрметті ағайын. Рұқсат болса енді осы әулеттен қазір Ербосын ағам бастап, ортамызға Қымбат апайымыз қостап, Мәдиет апайымыз бар, Қалаптас апайымыз, Қайрат ағамыз бен Алмагүл апайымыз ортаға шақырайын. Тілекке кәнеге келіңіздер. Қошемет, алақан соғып қойыңыздар. Медеухан ағамыздың әулетіне кәнеге. Ербосын ағам. Қымбат апайымыз қойып білем, ол қыздағаш қалай келейін. Oyununu tapkan senin ocağın
Ал қош келдіңіздер. Ең біріншіден Мәдениет апай, немереңіздің бауы берік болсын деп құттықтап қояйын. Мінекей, сіздің шаңырағыңызда биылғы жылы той көп болып жатыр. Ұзағынан сүйіндірсін, көп бола берсін. Ау. Ой, мені кінәрі батыстыр, Бақболат аға Роза апай сіздерде бар екенсіздер, кінә менен енді рұқсат болса, енді Бақболат ағам Роза апайды да білет, осы кісілердің дәулетінде тойда болғанбыз, рұқсат болса Бақболат ағам да қалай билейтін өзім білем ағай. Рұқсат болса қош ал қош келдіңіздер, тамаша тілектің тізгін өздеріңізде. Ал енді қадірменді құрметті туған туыстар, құдағилар, Қанат пен Индираның жолдастары, әріптестері, бүгін бір жақсы тойдың куәсі болып отырмыз бәріміз. Енді Қанат деп отырмыз, міне енді Қанат пен Индира, біздің Индира кенже қарындасымыз, біздің әулеттің. Және бітіміз енді Қайрат пен Алма келемей қалды. Қалғанымыз енді біз үлкендерден біз түгелміз. Енді міне айтайын деген, баяғыда Индира 20 жасында тұрмысқа шығам деп, мен ұрысқам, жап-жас тот не болды деп. Әлі ерте қойдым. Сонда міне енді, сол 90 жылдардан бастап, міне енді 20 жылға жоқ отбасы құрып, міне Индира мен Қанатымыз. Енді Қанат былай қарасақ, біздің жаңағы әулеттің ең үлкен күйеу баласы деп естиміз. Күйеу баламыз енді тәуба, көп күйеу балалар. Балалар өсті жетті. Бірақ енді осы біздің әулетіміздің балалардың, немерелердің ең үлкен жезделесі осы Қанат. Балдыздары көп, Қанат бақытты деп өзім ойлаймын. Мен әрине туыстарын айтып тұрған жоқ, балдыздары ғана. Көбінесе балдыздары жездесін арқаланып, сырын айтады, қалжыласады деген сияқты. Солардың жаңағы сұмдық қулықтарын жезделері біліп тұрады, біз білмей жатқан дүниелерді. Сондықтан енді Қанат біздің енді әулеттің бір жақсы көретін, жақсы сыйлайтын күйеу баламыздың бірі. Міне ана жолы осылай 50 жасқа толып қалғанда байқаған жоқпыз. Біз ойлағанбыз келесі деген десек, Қанат биыл толады екен, жылдың аяғы. Енді міне Алланың берген ғұмырын жасын жасай берсін. Қанат әрқашанда міне енді Индира екеуің бірге болыңдар. Енді өмір болғаннан кейін бәрі өтеді. Жас кездерде қиыншылықта болған шығар. Неден көмір өтті бас кезінде. Оның бәрі тоқырау заманы болды. Оның бәрін жиеніп, ақылға сыйдырып, өсіп жеткізіңдер. Екеуі де сол балаларға жаңағы Қанаттың бауырлары бар. Неден озды, соның бәрі Қанатқа келіп бауыры тиді. Соның бәріне өзі Индира екеуі көтере білді деп өзім ойлаймын. Енді айтарымыз енді тәуба, балалар өсті жетті. Міне Арайкамыз Өскемен қаласында жап-жақсы үлкен бір жаңағы дәрігер, нейропатолог дейді. Балалар міне Талғаты Астанада, кеше Талғат дүниеге келгенде, ана Талғат Мұсабаев космос ұшқанда соның құрметінде атын өзім қойған. Енді сол Астанада жүрсін, ылғи жоғары жақта жүрсін деп, сол енді ақырын келе жатыр. Сол Талғаттың енді алдағы уақытта қызығын көрейік, келін сүрсін, сіздерге жақсы. Нұрайкамыз өсе берсін, жете берсін. Онда міне көз ашып болғанша дейді, қазір байқамайды, өмір өтіп жатыр, ода үлкен бір қыз болады. Соның қызын көріңдер, барлығымыз көрейік, осы туған туысқандар екі жақта бірдей. Енді аманат тілейміз. Индира жігітті сыйлап, махаббаттарын баяндап жүре берсін. Және апаларымыз тілей қалып болсын, апаларымыздың қарсы келе берме. Елге келді сыйлау керек. Сондықтан күтіп, бағып, уақытында дәрісін беріп, ауыртпай сырқатпай өсіре бер, жеткізе бер. Ассалаумағалейкум, қойсы қауым. Енді мен ойлаймын, Мұрат құдамен мен 66 жылдан құда болып жүрмін. Менің апайым Мұраттың ағасына тұрмысқа ұрғанына міне 51 жыл болды. Енді Мұраттан кейін айтатын сөз болмайды өзі. Қанат енді
міне үй салдың, ұлды өсірдің, тоғай еттің, енді қызды өсіріп жатсыңдар. Мен біздің Нұрайымыз міне кіндік баламыз біздің, біз кіндік атасы мен кіндік апасымыз. Кенжелерің, сенің қуанышың міне, сол қыз деген жақсы ғой. Өсіп өніп, жаңа айтып жатыр қайнатаң өмір баянында. Енді өмірде бәрін не қызығын көріп жатсың, сол ұзағынан сүйіндірсің. Денің сау болсын, қосағын қоса барып, қазір өзі бір молда болып кетті. Бір жастықта Индирамен қартайыңдар. Денің сау болсын, қосағын қызығын көріп, біздің жолымызды өсін, аман есен бол. Рахмет. Құрметті туысқандар, неге енді құда-құдай болғанымызға туыстай болып кеттік бәріміз. Енді оның себебі Қанат пен Индира екендеріңізді білесіздер. Даже соклассниктер туысқан сияқты. Өйткені Еркін мен Қанат екеуі дос болды. Сонда Еркін айтады, Қанатқа Еркінге келіп жүрдіп Қанатты ойлаған ғой, сіз Индираға келіп жүрген ғой. Сондай екеуі қазір енді мен Қанатты өзім туған бауырымдай көремін, Еркінді көргендей боламын. Сондықтан 50 жасың құтты болсын. Өткенде Индира ақылдасқанда мен айттым, дұрыс дедім Индира. Ер азаматын сыйлап, қазір 50-40 деп жасап жатады ғой, ол кейбір үлкендер сөгеді оны. Неге жасайды деп, өйткені қазір заман бөлек. Біреу ерте кетіп жатады, біреу кеш кетіп жатады. Үлкендерді қарап отырсаң азайып, жылдан жылда азайып барады. Сондықтан мен ойлаймын, той деген қазақты біріктіретін, береке бірлік сыйлайтын осындай біздің қазаққа тән қасиет той жасау деген. Сондықтан тойларын тойға ұласын. Ең бірінші Қанат, саған денсаулық деймін. Және Ердос айтпақшы, бәрі бар, үйді салдың, бала шағаңды өсірдің. Қашанда осы үйлеріне барсаң өздерің тіршілік жасап жатасыңдар. Сондықтан ең бірінші сендердің жанұяларында осы Индира екеулердің береке бірліктерінің арқасында міне балаларына жоғары білім беріп, балаларын алды қызметте. Арайка мен личный врачым. Мен кезінде осы балалардың бәрі отыр ғой, міне айтатын. Әр қайсылардың әртүрлі профессиялында. Өйткені заман солай. Өйткені мұғалім де болу керек, дәрігер де бір жанұядан шығу керек, финансист те шығу керек бір жанұядан. Бір-бірден көмектесесіңдер, ақыл айтасыңдар деп осыларында өзім сондай бағыт-бағдар берген. Менің осы әулетіміздің жастары отыр. Келіндеріміз бірінен бірі өткен, жақсы келін түсті. Күйеу балаларымыз да бірінен бірі өткен. Қанат қалай бірінші күйеу бала болып келді, солай ары қарай жалғасты міне. Сондықтан Арайкама көп рахмет айтамын. Талғатым қазір ең мықты строительный команда Астанадағы бай группта инженер-геодезист болып жүр. Міне ары қарай екеуін көрген Нұрайымызда мен ойлаймын, сондай жақсы ізбасар болады деп. Ең бірінші денсаулық пен амандық тілеймін. Басқасы бәрі болады. Тек қана береке бірлік болсын, сыйластық болсын. Адамгершілік қасиеттердің әрқашанда жоғары болсын. Коллективте бір-бірлеріңізді сыйлап, достардың ортасында сыйлы бол, туыстардың ортасында сыйлы болсаңыздар болды. Мына отырған үлкендеріміз, жастары ғұмырлары ұзақ болсын. Сіздерге қарап, ізбасарлар біз өсе берейік, бізге қарап, бізден кейіндер өссін. Сондықтан Қанаттың туған туыстары, ардақ бастаған әулеттің туыстары, енді орталарында көп қайғы болды, бірақ дегенмен бәріміздің жүрегіміз қайысты, бәріміздің жүрегіміз ауырды. Бірақ дегенмен енді тірі адам тіршілігін жасайды деп, басқа туыстарың аман болсын, немерелерің көп болсын, осындай той үнемі әрбір үйде бола берсін. Индира жаңағы айтпақшы, Қанат екеулерің мықты болып, үлкен жанұя болыңдар. Сені енді білем, Қанат бас болсын, сен мойынсың. Қашанда болса да бойыңды бұрып отырасың. Сол мойын дұрыс бағытқа бұрылып, қашанда болса немерелерің көп болсын. Енді лично айтқым келіп тұр Талғатқа. 24-тен ассын Талғат. Той болсын осы үйде. Келін түсіріп, ұрпақтары болсын. Құрметті Қанат, бүгінгі туған күнің
тойлар бола берсін. Тойға жиналайық. Қымбат апай өлең айтады. Қанат, Индира енді осы тұрғандардың бәрі жасыл елдерін айтты, содан бәрі қосынан. Тек қана амандық болсын, бастарында бақ қаймасын, енді тойдан той бола берсін. Әрі тойдың куәсі де біз көре. Рахмет шақырыңдар. Қанат туған күніңмен енді. Қазір мен саған арнап Талғаттың атынан және де өзіміздің түгел бала-шағаның атынан, әкелерге сіздердің бала-шағаларыңыздың атынан, қасындарыңыздағы жұбайларыңыздың атынан бәйтерегіңді бағала деген ән айтып берейін деп тұр. Біріншіңіз. Музыка. Бәрекелді. Мына енді қымбат апайымыз заманның ағымен ағысымен бірге жүретін екендер, біз үлгермей жатқан дүниеңді бұл кісі жақтамапты жағайын. Енді рұқсат болса қазір айтасыз қымбат апай. Бірінші мына кісімен бірге естелік суретке түсіп алайық. Жақсы болып болсын, кәнекей бәрекелді. Ал енді бұл кісімен бірге жүрген күн жақсы, өзі сондай әдемі, өзі сондай сымбатты, ағайын қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Алдарыңызда әнші заманауи апайымыз қымбатты деп бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қымбат апайымыздың тамаша әнін қарсы алыңыздар ағайын. Ал енді онша шықпаса айып етпейсіздер. Бірақ енді мағынасы жақсы деп арнағанмын. Бірінші тойға уақытта болады өзіміздің әулеттің. Сол кезде айтып берерлік. Ұлдар, қыздар, тыңдаңыздар. Әкеңнен кемшін іздеме, азбалап мінін тізбеде, болса да ептеп айыбы, үйде де айтпа түзде де. Әкеңнен көрме кемшілік, ол бәйтеректе сен шыбы, бейнесін үлгі, биік үлгіді, бойынан ізде кеңшілік. Әкеңде асқар тауғайды, тұлғасы асқақ баурайма, әдетте үнсіз ұғысып, іштестік сезім лаулайма. Әкең көрермен теңесті, мәселе туса кеңесті, байыпты сөзі дем беріп, басына шықтың белестің. Тірліктің бәрін тас қылар, уақыт жоқ ода бас бұрар, көкелеп шықсаң алтынан, көзіне ыстық жас тұнар. Алыстамасың құр босқа, айналар жақын сырласқа, ананың далар орны бар, әкенің жолы бір басқа. Әкеңдей пана боларғы, болсайтшы атын солардың, ол барда бастан күн өтпес, сезімес күші боранның. Әкеңмен бізді қайрадың, шаттықпен биік самғады, қасыңда әкең жүргенде, жуымас саған қайғы мұң. Талғат қасыңда қанат жүргенде, жуымас саған қайғы мұң. Барлық бала-шаға әкелері мен шешелерінің қасында жүрсе, барлығы жақсы болады. Ай, рахмет, қымбат апай. Тұра тұрыңыз енді. Бәрекелді. Елдар әке туралы өлең айтып тұр ғой. Елдар айтам, папа туралы өлең жатыр деймін, тыңда дегенім ғой енді просто. Ал енді қымбат апай, мынау енді орамал тон болмай жол болады дейді. Өзіңізге Қанат ағамыз арнайы алдырған Made in Франция дейді. Тамаша парфюмді өзіңізге табыстап қойып, қабыл алыңыз. Бәрекелді. Өзіңіз сияқтап екеніз. Мен осыны бар ғой, осы Бекзат келіп баланы көрген жоқпын, соған қымбат апайын келіп сыйлауды сұраймын. Менің жолымды өз. Ой, рахмет, оны ешкім көрген жоқ өзір. Рахмет, бәрекелді.
Құдыш көріп қоймаған. Бәрекелді, рахмет қымбат абайымызға. Ал енді құрметті тойшыл ағайын, мынау енді телефоным қойды. Мынау нарықтың заманы ғой, ұялы телефондарыңызды алыңыздар, құрметті ағайын. Ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Мынау енді қазір осы телефон арқылы, құрметті ағайын, телефонды қолында тастамайтын адам көп. Енді тойға келгеннен кейін телефондарыңызды бір көрсетіп қалыңыздар, чехолдарыңызды бәрін анау кімде қандай сөйтіп екен бізді көріп қалайық. Мына телефондарыңызды қолдарыңызға алыңыздаршы. Мен қазір өз нөмірімді айтам, осы арада кім бірінші болып маған звондайды, сол кісіге өз атымнан 2000 теңге тарифқа сыйлаймын. Мен де осы әулетке бөтен емеспін, постоянно осы әулетте той жүргеннен кейін менде бір ақшаға шашылғым келіп тұр ағайын енді, рұқсат болса. Ал телефондарыңызды алыңыздар. Мына менің телефоным бар адамдар, ол кісілер не принимает сюда, вообще. Осы арада біраз адамда бар сияқты қойшым я. Ал жаза 8771 410 55-75. Актив қазғандамыңыздар, активан жақты жатыр ол. Активан жақты жатыр, билайн қазғандайсыздар. 8771 410 55-75. Менмен сөйлесесіздер еще. Не естімей қалады. Аяғы не болып кетті, Каспий банк сияқтырасыз. 4004 деген нөмірімдікі аяғы. Сөйлесейік кәрекен. Алло? Сәлеміз. Жоқ, сүйе сатпаймыз. Ал шық жадыра берді. Қошымен шапалақ соғып қойсыздар, құрметті ағай. Бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді жадыра. Бұл жадырада бөтен емес. Жадыраның шешесі мен де шешем. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Рүмгүл апайымыздың қызы. Енді бұл осынау тойға келіп, дүбірлі тойда қаншама отырған мына қалың адамның ішінен сет тауып, маған бірінші болып звондаған, саған өз атымнан 2000 теңге сыйлық, генеральный спонсор Талғат. Генеральный спонсор Талғат деймін. Сені жаңа мақтады, строительный компанияда менеджер деді ма? Не біледі деді Мәдет апай. Генеральный спонсор Талғат деймін. Адам түсінбейді ғой. Ернат, ұятқа қалдырмашы анағылан сен шөбіңе. О, міне. Бәрекелді, құтты болсын жадыра. Бәрекелді, осылай постоянно звонап тұр иә. Сау ғой саған жұмысты болсын деп жатырмыз ғой енді. Бәрекелді, ал енді құрметті ағайын, әрмен қарай тамаша ойын ойнайық. Рұқсат болса енді қазір бір тамаша ойын, бүгінгі той істерге жұмысты болсын деген ниетпенен бар ма бір көмектесіп жүретін маған? Иә, Талғат келіп бір тамаша ойын енді, құрметті ағайын. Өте оңай, қарапайым, ешкімді қинамаймыз, ешкімді құрметті ағайын зорламаймыз, Құдай сақтасын иә. Енді бір тамаша ойын, келесің, билейсің, подаркыңды аласың, кетесің деген тамаша ойын болды. Мен енді қазір ортаға бүйтіп шақырайын енді, рұқсат болса, біреу өз еркімен шықсын демей қойын, былай айтайын. Мынау төрімізде отырған, Әмір ағамыз отырған дастарханнан бір адам келіп, билеп подаркасын алып кетсінші. Естімен тұрады не? Ана бірінші стол дейді, бірінші столда бір адам келіп, билеп подаркасын алып кетсін болды. Одан түп қиындығы жоқ ағайын. Ал қос мұзға біреу шығатын шығарған. Келесің, билейсің, подаркыңды аласың, кетесің, бұл түп қиындығы жоқ. Аға кесек шығырын, о, қос мұзға міне. Аға жақсы билейсің, о! Стоп, жүгіру жоқ аға. Жай келесі сол ұстап белгіміздеші. Қанат ағам елеуеті болмады, құдай, түрлі елеуеті болмайды ағай. Мұндай мүмкіндік әлі жизни ағай. Ал маэстро, жібер мұзға. Ағай шапалақ деген, о! Ой, рахмет, рахмет, екі көз подаркада шейін ағайын, иә. Бәрекелді аға, мынау бар ғой негізі қазақтың ұлттық нақышындағы жасалған кепкі дейміз ғой енді. Бірақ ағайындардың барлығы почему-то осыны моншаға киіп алады. Негізі көшеде киіп жүру керек, мынаны көшеде киіп алыңызшы өйтіп иә. Қошымен шапалақ ағайын, бәрекелді. Билеп орныңызға айтағанбыз иә. Ай, бәрекелді. Ал енді мен Мәдет апай, сіздің столыңыздан біреу жібергізші. Келесің, шапалақ ағайын. Қошемен тұрсаңыз, кешемнен биледі ғой. Ой, рахмет, бәрекелді. Мама сізге Павловты таңдап алыңызшы өзіңіз. Жоқ, таңдап алыңызшы. Ертең айтып жүресіз иә. Осы ма таңдауыңыз? Бәрекелді, қошемет, құрметті ағайын, вареница. Шапалақ тастайық, бәрекелді.
Келіп отырғанымыз. Келінге беріп отыр қайтсын енді. Ал енді достар ғой дейме екінші дастарханнан. Сүйкоған келші жәнеке билеп. Ой міне! Билеп жағама! Өшір! Музыканы емес светті өшір дейін. Ой, рахмет. Ой, Сүйкоға. Ағайын қараңыздаршы, мына кісіге қарасаң ұрып күлгім келеді кәдімгі. Өйткені өзі күліп тұрады да, қараңызшы. Мен мына кісінің бір қылы. Николинге ұқсайды, енді ол өз темаларыңыз мен айта алмай бүйтіп енді. Құдай, күлгім келеді осы кісіге қарасаң ұрып. Бәрекелді. Бақытты адам ғой ол. Конечно, я. Ойбай, орыстың ұлы актері. Мынау енді аға, подарканың мужской женский болмайды. Жеңгеме барып бересіз. Бәрекелді. Қошеметтен қойыңыздар Сүйкоға ма, я. Бәрекелді. Ойбай, қыспаңыз. Орманшылардың күші көп еді яғни. Ай, бәрекелді. Әріптестерден біреу келсінші, әріптестерден. Спорт школа қайда? Ой, рахмет. Бәрекелді, қош келдіңіз, атыңыз қалай? Тұрлыбек аға, мынау келесің, билейсің, подаркыңды аласың, кетесің деген акция жаңа ғана бітіп қалды ғой. Ұмытып кеткен ғой сізге бітті деп айтуды, иә. Келесің, билейсің, подаркыңды аласың, кетесің деген акция бітіп қалды. Енді надо подаркын заслужить. Мен сізге бір сұрақ қойайын. Жоқ, ол итаки билейді ол кісі. Бір сұрақ қоямын аға, Тұрлыбек аға, бір сұрақ қоямын. Жауап берсеңіз подаркын аласыз. Мынау айнаға ең көп қарайтын кім? Ешкім айтпаймыз. Әйелдер? Ойлаңыз. Айтпаймыз ағай. Ой, әйелден қыздың қандай айырмашылығы бар ғой қасына. Айнаға ең көп қарайтын шопыр екен. Шопырлар көп қарайды ғой, мына айнаға көп қарайды екен, иә. Жарайды, екінші попытка берейін. Мынау үй жануары. Адамның досы. Екі әріптен тұрады, басы и аяғы т. Ау! Не деген білім құдай қошемет соқ қойсаңыздар, жаңай шапалақ. Бәрекелді. Мынау ет Тұрлыбек аға. Өзіңізге сыйлап қойын, жаңа айттым ғой, подарка мужской женский болмайды деп, иә. Өзіңізге сыйлап, және де мынау сізге тамаша біліміңізді көрсетіп, осы арада спортпен бірге білімді де алып жүрген өзіңізге алғыс білдіре отырып, мынау Абай мектебінің ұстазы Жазираның атына сізге 2000 теңге сыйлық. Рахмет. Жазира, сенікі 10 минуттық бақыт деп аталады. Рахмет. Анаға құтты болсын, е. Жайғасып отырағанымыз ойбай, мына спорт школаның бәрінің күші көп па, не дейсіз бе? Ортаға мен арумын деген бір алты қыз шықсыншы. Ешкім ару емес пе дейін? Бір сылқылдап, қылшылдап тұрған апайларым болады ғой. Қызыма келіншек па тексермейміз құдай ашқыр енді. Кім? Айко? Айно келе ғой. Өтірік қарамайды шын, жан-жаққа қарамайды. Айноға қошемет кәнеке бір бейрек келе ғой. Алтау. Өрмес, алтау. Рахмет. Алтау шығу керек, әріптестерден. Мөнер абай келіңіз ағын. Мөнер абай. Қошемет шапалып. Қанатаға жібермеші, не болды? Жіберсеңізші, не болды? Ал кет, кәнеке. Шапаға қарайды, ода кейін. Бақтабайымыз дейді. Ой, қазан ағаш. Şu. Nursi Babay. Simmat Sengdek bende. Oh, meneke. Endi bir. Dört tane. Kim var? Hareketli. Okşar oynayan ödülü. Kim? Bayan abay gelmişler. Hoşemet şapala kodayo. Рахмет, бір қатарға тұра қалайық. Ал қош келдіңіздер. Бүгін енді той, Қанат ағам
мейірленге толып, өздеріңізді мәртебе қылып шақырғаннан кейін, осына тойға деп алған көйлектеріңіз құтты болсын, бірінші айтып қояйын енді. Енді той болғаннан кейін әзіл қалжың ойынды ойындай түсіну керек. Енді сіздерді мазақ қылмаймыз, қорықпаңыздар. Сіздерді жаңа сынайық деп атқан жоқпыз, қинайық деп атқан жоқпыз. Енді бір тамаша ойын, мына енді көйлекті бекер алдыңыздар ма? Бір қазір бірінші моды көрсетеміз. Кім модын дұрыс көрсете алмайды, сол кісінің ойынмен қоштасамыз. Иә. Рұқсат болса енді мынау қай жерден келдіңіздер, сол жерлерді атап өтсеңіздер, аттарыңызды кім болып келесіздер, қай жерден келдіңіздер? Баян Қалбатаудан келдім. Қалбатаудың аруына бір қошемет ағайын, шапалақ соғып қойыңыздар. Баян әпшемізге. Атым Нұрсипа Қабанбаев көшесінен келдім. Нұрсипа апайымыз Қабанбай көшесінен келіп отыр ағайын. Бір шапалақ болсаңыздар, көре алмайсыздар ғой, шапалақ қаттырыңа. Қызылағыш? Семейден. Семей болып көттіңіз ба қазір? Семейден келген Бақыт апайымызға қошемет ағайын. Мунира, Жаңаөзен. Маңғыстау? Жаңаөзен, менің апайымызға қошемет ағайын, шапалақ. Толқын, Қалбатау. Толқын, Қалбатау, қай көше? Абаев. Абай көшесі, бұрын Садовой көшесі, иә? Бәрекелді. Өскеменогорск. Айнұр, Өскеменге, облыс орталығына бір қошемет ағайын, шапалақтап қойып. Ал енді кімнен бастайық? Үлкендер бастасын деп, осында сыйлай қалады айтып еді, иә. Қайта сендер жаста осында көрсетсеңдер қалай жүру керек екен, иә? Сөйтсін, иә? Өскеменнен бастайықшы, облыс орталығынан. Қазір былай болады, айтырсың кішкене былай қарай тұра тұр. Мен бүгін той ғой, тамаша, ана жаққа дейін барып, мына көйлекті көрсет, бос қалдың ба енді, прическаны босқа жасадың ба, соның барлығын көрсетіп, ана жаққа барып жүріп, енді өз фантазияң бар ғой енді. Көріп отырсыңдар ғой, ана жаққа барасыз, орындықтың жанына дейін барасыз да, қайтадан айналып, ағайынға бүйтіп, деп мына жаққа барып, деп мына жаққа барып істейсіздер, содан қайтып көресіз болды. Бітті шаруа. Кім жеңеді, сол кісіге тағы да қаржылай сыйлық бар. Ал. Ал маэстро қошемет танытып, Өскемен қаласынан келген Айнұр ханымға. Шапалақ қайнамайды. Ерек үйрек бала ғой, ерек. Таңға батады. Бәрекелді, ал, толқын. Қалбатау. Иә, солай. Қазір ағайын шапалақ соғып, содан бағасын беретін болады. Ал, маэстро қошемет, Абай көшесі. Қалай сүйе бөлдің қой бәрін, иә. Бәрекелді, қошемет шапалақ соғып қойыңыздар. Бәрекелді, ал енді мисс Жаңаөзен. Интернациональный көшесі. Неше екен білмеймін, бірақ енді. Ал маэстро шапалақ пен музыка дегенге. Спортшкола шапалақ қайда? Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар, мисс Жаңаөзен болатын, иә, Қанат ағаның жұбайы. Бәрекелді. Мунира апай қайда кетіп қалдыңыз? Мунира апай бір өтіп кетті бар қарай. Жаңаөзендер солай тоқтай алмаймыз енді, иә. Бәрекелді. Ал енді Жаңаөзен келгенше мисс Семей Бақыт апайымызға бір шапалақ берген екен. Айсалыңыздар. Батыр сізге тойға. Бәрекелді. Басқа ешкімге тұрмап еді, сізге тұрып отырған жақта қалдырамыз, иә. Ал енді Қалбатау. Нұрсипа апайымыз. Ал кетіп маэстро.
орныңызға асықтыңыз ғой кәдімгі. Бәрекелді. Ой, бала шошымаңыз не көрдіңіз? Көріп алдыңыз ғой қыздардың, иә. Ал кеттік, маэстро Шабалақ музыкаменеге орналарыңызда. Шабалақ қайда? Көреді. Рахмет, бәрекелді, тамаша жүріп келдіңіздер. Біріңізден біріңіз өтесіздер кәдімгідей. Ал енді ардақты ағайын, қазір бағасын берейік. Мынау енді танысқа емес, талант табанға берейік, рұқсат болса, иә? Енді бірінші болып бастаған алдарыңызда мисс Өскемен. Бәрекелді, рахмет. Екінші мисс Қалбатау, Абай көшесі. Сіз сәл өтмей қалдыңыз, бір сыйлық беріңізші, иә? Бәрекелді. Шайғасына отырағаныңыз, бәрекелді, иә? Үшінші болып мисс Жаңаөзен. Жақсы. Мисс Семей. Көре алмай тұрған кісілер бар екенсіздер де. Бәрекелді. Мисс Қалбатау. Сізді де көре алмай отырған, иә, бәрекелді. Рахмет, өзіңізге де бір сыйлық беріп қойын. Жайғасып отырағаныңыз, бәрекелді. Одан кейін Қалбатау қойын. Баян апайымыз, мисс Қалбатау. Жақсы. Өтіп тұрыңыз. Баян өтіп тұрды, кім ойладың ғой өсіңіз? Бәрекелді. Ал енді екінші ойынның туры санамақ ойын деп аталады. Мен санайым, қазақша санайым. Мен мысалы бір десем, сіздер два дейсіздер. Мен қай санды айтамын, содан бір сан жоғары орысша айтамыз. Мен қазақша орысша айтамын, сіздер қазақша айтасыздар. Жақсы ма? Ал кеттік, бастайық. 1 2 16 17 78 98 78 сізге 90 деп тұрған. Қош емен шапалағыз қойыңыздар, бәрекелді. Ал, шыдан дайынсыз ғой, иә? Бәрекелді. 13 14 шатастырмасаң іште бұл. Ана көрдіңіз бе сізді қалай құлатып жатырыңыз, иә? 18 19 21 22 38 39 2226 2027 2000 қош емен шапалақ, бәрекелді, иә? Ал, Мөнер апай келіңіз, иә? 18 19 20 21 38 39 43 44 47 48 48 49 1 солай бәрекелді. Ал енді мұғалімді көрейік қазір, Өскемен қаласының. Бәрекелді, шабалақ салып отырыңыздар, арасында демеп отырыңыздар. Бәрекелді, 7 не көресің, мен өзім ғой қателескен, 7 кесім 7 қойды. Жарайды, бір попытка жіберейік, елдерім мен мына жаққа тұрсын, шиғылдап қан түсті өзі. 9 13 78 79 99 100 21 22 13 14 16 17 жүз жаңылмайды екен, қош емес соқ қойды, шапалақ, бәрекелді. Ал кіммен қош айтсам, садасқан кіммен жаңа? Мен қойдыңыз. Бәрекелді. Баян апайымызға қош емет, құрметті ағай, шапалақ салып қойыңыздар. Бәрекелді. Ал енді келесі тур алфавит деп аталады. Алфавит. Алфавиттің ішінде қандай әріпті жақсы көресіз? А, жаттап тұрыңыз. Б, жаттап тұрыңыз. М, Монира. Мен қазір сұрақ қойып, сол сұраққа тек қана М-дан басталатын сөзбен жауап беру керек. Мен сұрақ қойып, сіз М-дан бастайтын ғой, сол әріптен басталатын керек. Мысалы, Айдар, А дедің ба, А-дан басталатын сөзбен жауап бересіз. Бәрекелді. Есімің қалай? Айнұр. Бұл жерге қашан келдің? А-дан бастайсың ғой, бүгінді қойды. Неме жегенді ұнатасың? Алма. Бұл жерге сені кім шақырды? Апаң? Апайың? Бәрекелді. Мынау жарыңның аты кім? Жарыңның аты кім дейді? Алдар дей салмайсыз ба? Қатя біле. Бәрекелді. Жасың нешеде? 67? 37 негізі А болатын, енді жәте ата беру керек. Бәрекелді. Не жегенді ұнатасың? Не жегенді ұнатасың? Алма.
Бәрекет. Қошемет шапалақ соғып қойыңыздар, бәрекелді ағайын. Ал енді б болатын сіздікі, иә? Мынау қаттырақ айтыңызшы. Айнұр ұялып тұрма, ақыры сөйлеп тұр еді, иә? Сіз қаттырақ айтыңыз. Бұл жерге кіммен келдіңіз? Бір өзім. Бір өзіге. Не деген жауап дейсің шықтай. Не жеген ұнатасыз? Банан. Банан неменеге ұқсайды? Бананға ұқсайды. Бәрекет. Не деген жауап, Құдай сақтасын. Сізді кім шақырды? Индира деп айтайын ба? Бауырыңыз дейсің дейсіз бе? Құтылып кетпесіз бе? Мынау енді өміріңізде неше жігіт болды? Білмеппін. Бәрекет. Не деген жауап, Құдай десеңші? Бәрекелді. Зарплатаңыз қанша? 500 мың. Не деген шапалақ, құрметті ағайын, жауап. Бәрекелді. Ал, Мөнер апай, ма деп өзіңіз таңдап отырсыз, ма деп енді мына жаққа шығайық жеріңіз, иә. Бәрекелді. Мынау енді үйленгеніңізге неше жыл болды? 1000 жыл. 1000 жыл дейді, Қанат ағам, Құдай сақтасын, бәрекелді. Мынау неше болғаныңыз бар? Много. Не жауап не, бәрекелді. Не жеген ұнатасыз? Малина. Қандай аңды ұнатасыз? Мешін. Мешін, бәрекелді. Мынау Қанат ағам сізде қалай еркелетеді? Муня. Муня, не деген жауап, Құдай десеңші, бәрекелді. Мынау жасыңыз нешеде? 1000-да. 1000-да бәрекелді. Рахмет, қошемет, шапалақ, бәрекелді. Үшеуіне сыйлық беріп қояйық, құрметті ағай, тамаша жауаппенен құтылып жатқан абайларымызға. Бәрекелді, рахмет. Рахмет. Жайласып отырғанымыздар. Мөнер апай, ана кісі қытайский сіздікі, Завод Советский. Бәрекелді. Ағайын, олай болса, ортамызға сырлассан көңілімнің балашылар төрімізге жайғасып отырған нағашылар. Нағашылар деген қауымның қырық сергеш түгілі қырық атан беретұғын шамасы бар деп айтады екен ағайын. Ендеше нағашылар қауымды ортаға шақырайын. Әмір ағамыз бен Бақыт апайымыз бастап, Есентай ағамыз, Нұрсағат апайымыз, Әділбек ағамыз, Нұрсия апайымыз, және де Ғалия апайымыз, Ержан ағамыз бенен Назира апайымыз ортаға шақырайын. Келіңіздер, нағашылар қауымы. Әмір ағамыз, оп! Нұрсағат апай, менен қойсаңызшы. Той ғой бүгін. Оп, міне. Жұма Бақтыбай. Апа. Бәрекелді. Ал, құрметті нағашылар, қош келдіңіздер. Тамаша тілек тізгін өздеріңізде. Әмір ағам ба, сіз білген? Қалай Қанат жиен, Индира, тойлар қайырлы болсын. Енді рухани жаңғыру деп жатыр ғой. Мен енді әкемнің егіз қарындасы болған. Разия, Разираш деген. Мен Разияның бауыры болған. Разияшның бауыры Амантай деген болған. Оны Қанат жақсы біледі. Мамасымен, папасымен араласып тұрған ол жерде Сқатау жақын жер еді. Содан бері бақырып жатырмын. Сол енді Разияш апайымыз қызықты көрмей ертерек кетіп қалды. Бірақ енді артында ұрпақ қалды, балалары қалды, балалары жетті, ер жетті, бой жетті, әрқайсысы бір семья болды. Енді содан енді Қанаттың үлкендер жасылар, Қанаттан екеуінде Индира екеуі балалы шағалы болып отыр енді. Солар бәрі қайырлы құтты болсын енді. Құдай берген әрқай жасай берген жиен Индира екеуі. Енді амандық болсын, жақсылық болсын енді. Кішкентай апайларды айтқасын үшін толып кеттім енді. Енді аман болсындар енді балаларымыздың қуанышын көрді. Құдай берген жасын жасап, өзіміздің ортамызда ойнап, күліп жүре береді.
құрметті бүгін Қанат пен Индираның қонақтары, бізге мінекей желіміз 50 жасқа толып жатыр екен. Жаңа айтып төледік, уже тәртіпті көріпті. Ал енді денің сау болсын, бала-шағаның қызығын көр, сені де көбірек сүйетін жас басын. Немерең уже ер жетіп, бой жетіп қапты, уже апасын қуып жетіп қапты. Сондықтан енді сіздердің әулеттеріңізге жақсылық, әр уақытта тойларыңыз осылай қызық қуаныштарыңызға жайылсын. Жаңа айтып жатыр, талғат деп, талғат ұлдарыңызбен тағы да бір төбелерді той жасаңыздар. Әр уақытта сіздерге жақсылық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Құрметті қонақтар, құрметті Индира, Қанат. 50 жасқа толған тойың құтты болсын, денің сау болсын, бала-шағаның қызығын көр. Қанатқа мен айтамын, тура сен әкең секілдісің, мен қалжыңдайды бәрі деймін. Тура бір жаман қасиетің бір кешке дейін темекі тартасың, әкең секілді деп осындаймын. Осыны қойсаң, вообще күшті красавчик болып кетесің. Енді мына Құмарбектің балаларының ішінде сен Индира менен Қанат әкелердің орнына әке, шешелердің орнына шеше болдыңдар. Енді қалған бауырларың аман бол, осы тек осы үйдің ғой қызық қуаныш болсын. Рахмет. Екеуіңе бақыт тілеймін. Екеуің бақыт болсыңдар, бала-шағаларың да бақыт болсын. Аман есіңдер. Менің нағашыларым ең кенжесі. Қанат аға деген қызық өзі. Жиен Қанат деп өліп алған. Әлексе Қанат Индира. Қанаттың жағдайы 50 жасқа толғанмен зор денсаулық, менде бақыты бар. Екеуіне балалардың қызығын көріп жүре бердіңдер. Енді талғат дейміз, тойға келейік. Қанат, Индира, бүгін енді біреуінің емес, екеуінің де мерейтойын деп ойлаймын. Өйткені екі адам бір адамға айналып кетеді ғой. Сондықтан мерейтойларың құтты болсын, бақыттарыңа бақыт қосылсын, ырыстарыңа ырыс қосылсын, қосақтарыңмен қоса қарыңдар, жақсы балалар өсірдіңдер, өйткені өздерің жақсы жұпсыңдар. Енді Индираның да еңбегі, Қанаттың осындай жақсы отбасы болуы, Қанаттың жақсы отағасы болуы, енді балаларына да үлгі. Бағана Ербосын құдамыз өте жақсы тілек айтты, сол тілекті мен де ойлап отырғанмын. Қанат ортаншы болғанмен, алдындағы үлкендеріне де, артындағыларға да көп Индира екеуі көмек болды, игілікті істер атқарды, қиындықта да, жақсылықта да бас болып жүрдіңдер. Енді ел деген бұрын көп бұрын жас болады. Қазір жас бағана әмір айтады, шақыру билетін алдында көрседі. Қанат өзі 40-қа толды ма, 50-ге толды ма деді. Жоқ, 40-қа толды ма деді. Мен айтам, жоқ, 50-ге толып жатыр деді. Осындай жас қалыптарыңды сақтап, жақсылықта өмір сүре беріңдер, бақытты болыңдар, бала-шағаның қызығын көріңдер. Ау. Ағаштарыңа тартасың ғой. Ал жақсылықтарыңыз көп болсын, жақсы жағынан тарта беріңдер. Қой, құтты болсын. Ал енді құрметті тойшыл қауым, осындай енді бөтен ешкім жоқ шығар, бәрінің Қанат пен Индираның туыстары, достары, міне құда жекжаттары. Енді Қанат айналайынға мерейтой құтты болсын. Индира екеуінің осылай енді тек қана дастархан жайылсын, құтты тойға болсын. Иә, қош дейміз енді екеуі үлкен, бұдан үлкен той жасаңдар, бақытты болыңдар. Бағана айтқан кетшердің барлығы болсын сендердің, жақсылық болсын сендердің тек қана қызықтарыңа ғана келеді. Құрметті
қанатына бүгінгі туған күні құтты болсын, жасың ұзақ болсын, жастан жасқа тола бер, папаның жасына кел, Индира екеуің бақытты болыңдар. Осы үйде той көп болсын. Бәрекелді, барлығы сөйледі ау деймін, иә? Ал енді мен рұқсат болса енді тағы да бір қолымдағы билікті пайдаланып, мына Жұмабақыт апама бір сыйлық бергім келіп тұр. Енді қолынан қаламы түспеген бұл кісі енді ауызды тамаша ән шығарып, өлең шығарып жүрген анамызға орамал томбалмен жол болады дейді. Иә, мені де ұмытпай жүріңіз деп қойыңызшы. Иә, бәрекелді, сіз сияқты біз де ақын болайық, бір бетінен сүйіктіңізші жұғысты болсын деп. Ай, Қымбат құлағы ұсап, мен де келінге беруші менеші. Көп орамал апарып берді. Нақсы, бүгінгі той жақсы болды ма? Бәрекелді, өзінде қалмаған. Рахмет, бәрекелді. Бәрекелді. Әмір ағамдан, жанау қартайғанда бір бала дейді ғой, Әмір ағам ренжіп қалып жүрмесін еді, иә. Рұқсат болса Әмір ағама бір сыйлық сыйлап қойын. Ой, естелік суретке түсе беріңіздерсіздер, иә. Фотоға түсе беріңіздер, маған қарамаңыздар. Әмір аға, мынау подарканың бәрі женский мужской ғана қалмап, женский қап деді, иә. Анда-санда картошка арыстаңыз керек болады деді, иә, бәрекелді. Рахмет. Ал енді нағашылар қауымы кетіп қалмайық. Мынау жиын күнде 50-ге толмайды, 40-тегі жатыр, олай жатпасын, иә. Енді рұқсат болса, мына Қырық-Серкештің өтеуінің бірі болсын. Мына жақтан бір 50 адамды, мына жақтан бір 50 адамды ортаға алып шығып билейік. Тойдармен қарай, неме жалғастырайық, тілектермен қарай. Мына енді Абылайдың астына шаппаған атаның басына шабасын ба дейміз, осы Қанат ағамның 50 жасында билемегенде қай уақытта билейміз. Рұқсат болса бүгін демалыс, елбасының өзі қанат 50-ге толады екен деп демалыс күн берген ғой, пандемикті құрметті ағайын. Рұқсат болса, енді осында демалысты пайдаланып тамаша биге шығайық екен. Ал нағашылар қауымы, ағайынның барлығын алып шығайық ортаға, биге шығайық екен. Міне нағашы, міне нағашы. Оп! Нағашы болсаң осындай болсын. Опа! Көргенде сені, қыз қылып жаным
дастархан басынан табыла